Бүгін Ыбырай Алтынсарин атындағы Қазақ гимназия мектебінің базасында Махмет Қайырбаевтың 100 жылдығына орай эсселер конкурсын өткізуге жатырмыз. Жалпы бұл конкурсқа облыс көлемі бойынша 100-ге жуық оқушы қатысқалы отыр. Негізгі конкурстың мақсаты Махмет Қайырбаев ағамыздың өмірі мен ол кісінің кеңес одағы батыры болып барлығымызға әйгілі. Сол кісінің жеңіске деген сіңірген еңбегі, өмірлік жолын жас өскелең ұрпаққа насихат ету, олардың бойына ерлік, отанға деген сүйіспеншілік қасиеттерді дарыту мақсатында осындай шараны ұйымдастыруға отырмыз. Негізгі шараның қорытындысы бойынша 6 жеңімпаз анықталатын болды. Ол бірінші, екінші, үшінші орын. Сондай-ақ аталмыш жеңімпаздарға ақшалай сыйақы берілетін болады. Достық үйінде Махмет Қайырбаев ағамызға арналған конференция өтеді. Сол конференцияның аясында бүгінгі жеңімпаздарымызды сол жерде марапаттайтын боламыз. Бүгін біз Алтынсарин атындағы мектепке Махмет Қайырбаевтың 100 жылдық мерейтойына орай эссе жазу байқауына келдік. Осы эссе жазу тақырыбына мен қатты дайындалдым. Себебі Махмет Қайырбаев ол Бесқарағай ауданының тумасы, Ұлы Отан соғысының батыры және де Павлодар облысына көп үлес қосқан. Сол кісі туралы оқып, зерттеп және де қазір эссе жазуға дайынмын.